Осы жолы мүлдем өмірімде жек көрмеген бір тамақты жасап көрдім. Маринадына бірақ жарты пиалай пива қостым дағы, маринадтап, кейін бұл пиваны төгіп тастадым. Енді қалай жасадыңыз десеңіз, осылай 40 қабатты алдым, ортасын ойып кесіп алдым, дәл осылай. Одан соң ет қолдансаңыздар болады. Мен мына жерде утка қолдандым, жуаны турадым, татымына қарай тұз, қара бұрышын сеуіп, жақсылап тұрып, қолының көмегімен араластырып алдым. Осылай араластырып алғаннан кейін, жаңағы ойып алған 40 қабаттың ішіне дәл осы етті орналастырдым. Одан соң етке маринад болу үшін, тез пісу үшін жарты пиалайдай пива қостым да 30 минут қалдырдым. 30 минут өткеннен соң жаңағы пиваны төгіп тастап, бетіне майонез салып, қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырдым. Одан соң сырды сеуіп, осылай қойдым. Одан кейін салафанға орналастырдым дағы 40-45 минут 200 градуста духовкаге салдым. Осылай буып алғаннан кейін жоғарғы жағынан инемен тесіп аласыздар. Тесіп алдым. Мінекей осылай болып шықты. Енді дәмі өзіме ұнады. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.